Осының алдындағы видеода қонақ бөлмесіне жасаған ремонтымды көрсеткен болатынмын. Ремонттан кейін бөлменің түсі ашылып, кәдімгідей өңгіріп қалды. Ортадағы столдың түсі мүлдем үйлеспей қалды. Сондықтан үлкен столды да бояп тастайын деп ойладым. Бұл столдың ені 1 метр 20 сантиметр, жиналып тұрғандағы ұзындығы 2,5 метр, жазылғандағы ұзындығы 3,5 метр болады. Столдың лагы өте қалың, арнайы машинка болмағандықтан қолмен қыру өте қиынға соқты. Шамамның келгенінше бетіндегі лакты алған сияқты болдым. Бірнеше қайтара наждакпен ысқылап, соңынан спиртпен сүртіп, бояуымды жақтым. Бұл жолы столға Белый домның универсальный краскасын жақтым. Столдың түсі қоңырқай түс болғандықтан 4 рет бояуға тура келді. Дәл осы краскамен батареяны да сырлауға болады екен, оны да ағартып қойдым. Сырланған столым дәл жиһаз цехынан шыққандай болмаса да өзіме ұнады. Алдағы видеода қолдан қалай камин жасағанымыз туралы айтатын боламын. Каналыма тіркеліп, лайк басып қолдай кетіңіздер.